Енді эпигенетика деп отқанымыз не? Ол үшін эпигенетиканың не үшін, не деген сөз екенін анықтау үшін бөлек мынау генетика. Генетика деген сөз қазір көп айтылады. Баяғы кезде ертеректе мысалы Шолпан апай сіздер босанған кезде сіздер ешқандай да генетикке жібермейтін еді. Солай ғой, генетик деген ол кезде ұғым жоқ еді. Қазір қайтадан эпигенетиктер шығып жатыр. Қазір босанатын әйелдер міндетті түрде генетиктің алдынан өтеді. Енді осы жерде апай әдебиетшісіз ғой, сіз әдебиеттен білесіз. Эпитет дейді. Эпитет деген не? Эпитет деген ерекше қасиетті мысалы. Үлкен алма, қызыл алма деймін ғой. Насыщенность, ерекше кәдімгі заттың бір ерекше көрсету, қанық та, орысша айтқанда насыщенность, сонда эпи деп отқанымыз былайша айтқанда қанық, немесе жаңа айтқандай ерекше деген, немесе орысша айтқанда насыщенность. Енді генетика, сонда бізде қанық немесе ерекше не деген сөз мынау? Генетика деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Көп адамға мен жазып қойсам, эпигенетика деп жазылған кезде жұрттар ойлайды, оны ойбай терең ғылым ғой, түсінбейміз деп ойлайды. Ол негізінде ол түсінбейтін нәрсе емес. Ол өзіміздің кәдімгі басымыздағы болып жатқан нәрсе, бойымыздағы болып жатқан нәрсе, бізден тыс нәрсе емес. Енді ген деген сөзге келейік. Ген, оның гені күшті, тұқым дейміз, ген деген сөз негізінде ар жағында түріктің, біз қан дейміз ғой, түріктің сөзі қан. Біздерде қазақша қ, көп тілдерде қ жоқ. Кан, ган, гар, ген деген. Ген деген сөз, самом деле ол не деген мағына екен? Қан деген мағына екен. Түсіндіңіздер ме? Қан. Ген деген қан. Кеше өткен сабақта мен сіздерге қан туралы айтқанмын, яғни қанда біздің қазақ жалпы адамның жеті атасын есептегенде неше ата еді? Гүлшара есіңде бар ма? Сен осы сабақтарға қатысқан сияқтысың бұрын? 128 ата бар, жеті атаны есептегенде жеті атаның жеті. Енді сіз больницаға барған кезде сізге айтады, сіздің гемоглобиніңіз төмен екен дейді. Гемоглобин 120 мен 140-тың аралығында болды. Негізінде 140 деген дұрыс емес. Жалпы 120, 130 болу керек. Мынау норма. 130 көмен ерін бір болады. Көрдіңіз ба? 140 деген сөз, қан ластанса 140 болып шығып кетеді. Негізінде міне. Яғни бізде 128 ата, мысалы, біздің қанның құрамында эритроцит, лейкоцит дейді, сол жағы түйіршіктер, самом деле ол біздің әрбір аталарымыздың бір несі ол? Бөлшегі. Түсіндіңіз бе? Әрбір атамыздың бір бөлшегі. Мына қазақ бекерден бекер әруақ деп айтпайды. Түсіндіңіздер ме? Әруақ ұшып жүр деп. Әруақ далада жүрген жоқ, действительно біздің қанымыздың бойында жүр. Түсінікті ме? Және де осы жерде қазақтың біз белок деген сөзді орысша сөзде ойлаймыз, шындығында келгенде белок ол орысша сөз емес. Бел деп отқанымыз не? Яғни қазақ айтады белсіз дейді. Неге бел деп атаған? Яғни осы белде белоктың біліп тұр. Ок деген ол орысша жаңағындай сүйкімділік мәнін тудыратын суффикс. Көрдіңіз бе? Бел. Қазақ адамның белінде тұқым болатын деп отыр. Көрдіңіз бе? Белок деп отқан мысалына жұмыртқа ғой? Солай емес пе? Мысалы, белок белде болатынын біліп айтып қойған. Сонда бүгін біздер өзіміздің мына генетикамызды қалай өзгертсек болады? Сол жөнінде бүгін біздер әңгіме айтамыз. Оказывается, біздер
барлығымызда өзімізді жөндеу арқылы, өзімізбен өзіміз жұмыс жасау арқылы өзіміздің генетикамызды өзгертіп алуымызға болады екен. Түсіндіңіздер ме? Өзіміздің генетикамызды өзгертіп алуға біздің толық мүмкіндігіміз бар екен. Өзіміздің генімізді, қанымызды өзгертіп алуға толық мүмкіндігіміз бар. Қанды өзгертеді дегенде енді қаныңды өзгертпейсің, бірақ қанның қасиетін, мысалы сіздің қаныңызда деген, тұқымыңызда түрлі аурулар болған шығар, солай ма? Болуы мүмкін ғой, аурулар. Сахарный диабет болуы мүмкін қаныңызда, немесе тағы қандай арақ ішетін адамдар болуы мүмкін, алқаш адам болуы мүмкін тұқымда, немесе тұқымда психологиялық тұрғыдан ауырған адам болуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Немесе тағы да басқа жағдайлар бар. Бар ғой тұқымымызда неше түрлі жағдайлар, міне сол тұқымды біздің өзгертіп алуға толық мүмкіндігіміз бар екен. Мына Джо Диспенза өзінің сабағында осыны айтады, өзінің еңбегінде осыны айтады. Видите, благодаря эпигенетике, қазір эпигенетика деген ғылым бар. Көрдіңіз ба? Мынау қазір біздің Қазақстанда, немесе біз көп әлі білмегенмен, бұл әлем бойынша эпигенетика деген ғылым бар. Бұның осымен зерттеп жұмыс жасайтындар бар. Түсіндіңіздер ме? Міне, благодаря эпигенетике мы знаем, что не гены порождают болезни. Көрдіңіз ба? Мысалы, біздің тұқымымызда ауру болатын болса, сол тұқымдағы ауруды не гены порождают болезни, а среда. Среда деген орта деген сөз. Түсіндіңіз ба? А среда, программирующая наши гены вызывать болезни. И не просто внешняя среда за пределами нашего тела. Яғни, біздің мына геніміздің қалыптасуына біздің сыртқы ортада не істейді екен? Әсер етеді екен. Көрдіңіз бе? Мысалы, сыртқы орта сізге мына оңбаған шолпан деген ба, оңбаған қатын дей бере ме? Мысалы, соның сөзі сізге не істеуі мүмкін? Жаңа айтқандай, сіз соны не істеп қалдыңыз? Қабылдап қалдыңыз. Түсіндіңіз ба? Сіз қабылдадыңызда өзіңіздің неңізді өзгертіп алдыңыз енді. Ана мықты әу бастағы аталарымыздың мықты рухы бар еді, күшті рухы бар еді, бірақ сыртқы әсерден сіз рухыңызды не істеп алдыңыз? Әсер етіп алдыңыз. Көрдіңіз бе? Біреудің сыртқы сөзін өзіңізге кіргізіп алдыңыз. Өзіңіздің бір қасиетіңізден не істедіңіз? Айырылдыңыз, жаттыңыз деген сөз. Көрдіңіз бе? Среда, негізінде среда. Мысалы, біздерде бейдейді. Біреу емделшеш десең де, жоқ, емделмейміз, тұқымды давлениямыз дейді біреулер бар. Олар ойлайды, давленияны өзгертуге болмайды деген сондай қасаң түсініп қалып қойғанда, немесе айтады, ой, біздер деген, мысалы бір мынандай жағдай бар, біреулер 37 жасқа келгенде тұқымында өліп қала береді. Немесе тұқымында тек бір бала болады, сол қайталана беруі мүмкін, десек сөйлеп айтқан кезде, жоқ, біздер сол 37 жасында бәрі өліп қалады бізде дейді. Мысалы, біз ауру, біз тұқымымызда сондаймыз дейді. Біздің тұқымымыз сондай өзі аласа бойлы дейді. Немесе де, көріп отырсыңдар ма? Біз мысалы, мен бір жас бір жігіттер көріп, шаштары ағарып кеткен, шаштың ағарғаны деген дұрыс емес қой деп жатсам, жоқ, біз тұқымымыз сондай дейді. Олар қатып қалғанда тұқым сондай деп, а шындығында біз сол тұқымды не істей аламыз? Өзгерте аламыз, қанды біз өзгерте аламыз. Мысалы, әр қайсың осы отырғанда өздеріңнің родтарыңызды ойлап отырыңыздар. Сол родта қандай жағдай болды? Яғни, сіз өзгеру арқылы сіз өзіңіздің родыңызға не істей аласыз? Әсер ете аласыз. Түсіндіңіз бе? Так, енді эмоция представляет собой химический отклик, конечный продукт опыта, который мы переживаем во внешней среде. Көрдіңіз бе? Біз сыртқы әлемнен, бізді мысалы ренжітіп отыр едік, шолпан бәлен, шолпан төбен. Енді сіз Шолпан апайдан қандай эмоция шығады, Шолпан апай?
Сіз қуанасыз ба бұл жерде? Жоқ, ренжи. Ренжисіз, ренжисіз. Ренжітеді сізді. Сізді енді ренжіткен кезде сізде не қалыптасып қалды бойыңызда? Ренжіттің эмоциясы қалыптасып қалды. Көрдіңіз бе? Міне, енді сізде осы жерде опыт қалып қойды. Яғни сізді постоянно ренжітті, сіз енді постоянно тұрыңыз ренжулі. Постоянно ренжулі. Сізде қалып қойды. Недовольны жүрсіз. Көрдіңіз бе? Внешний среда. Так, внешний среда, сыртқы орта. Сізге әсер етті, одан сізде опыт қалыптасып қалды, одан сізде уже міне эмоция қалыптасып қалды. Енді Шолпан апай вечно хмурая, вечно недовольная. Көрдіңіз бе? Енді осы кезде сіздің ішкі состояниеңіз қандай болып жатыр? Біз қазір ары қарай соны айтамыз. Көрдіңіз ба? Сіздің сыртқы ортаңыз не қалыптастырды сізде? Опыт қалыптастырды. Ол опыттан сізде уже эмоция қалыптасты. Қандай эмоция болды мысалы? Біреуіміз не істеп кетеміз? Уайымдеп кетеміз. Біреуіміз қайғырамыз. Біреуіміз ренжиміз, жылаймыз. Немесе біреуіміз қуанамыз. Бұны эпигенетика ғылымында экспрессия деп атайды. Экспрессия. Қалып қойды осы. Так, енді міне сіз Шолпан апай міне не істедіңіз? Ренжідіңіз, сізден постоянно ренжіштің химиясы шығып тұр, былайша айтқанда. Көрдіңіз бе? Мына ренжіңіздің бәрі былай не істеп жатыр, кетіп жатыр. Сіздің ренжіңізден сіздің геніңіз, сіздің немесе қаныңыз ішіңізде. Я ол да қайғырып жатыр, я ол күшті жағдай болса қуанып жатыр. Мысалы, әртүрлі состояниеге түседі. Я жанады, я өшеді. Сізден шыққан әрбір эмоция сіздің биополеңізде не істепті? Қалып қойды, қалыптасып қалды. Біздер қазір мына адамдар, 4-ші поколениядағы адамдармыз. Біз уже өзіміздің 4 поколенияда бізде бұндай білім болған жоқ. Бізде тазару болған жоқ. Бізде именно осы білімді біздер жауып тастады. Көрдіңіз бе? Біз не істеп жүрміз қазір? Біз ренжісек, біз барамыз да, мына қазіргі көріп тұрған адамға ренжиміз. Мені ренжіткен, сол деп ойлаймыз да. Мысалы, Шолпан апай ойлап жүр, мені ренжіткен, пәленше деген әйел деп ойлап жүр. Мысалы. Ну, самом деле, ол әйелді тартып тұрған сіздің мына жердегі неңіз? Химияңыз, тартылыс заңы. Көрдіңіз ба? Химияң. Қазіргі біздің мына әулет, қазіргі мына біздің поколения, баяғы 4 поколенияның боғын жинап келіп, енді соны осы мына генді тазалайтын несіз? Ұрпақсыз. Көрдіңіз ба? Жауапкершілік. Қазір біздер осы өмір сүріп, неге психологтар көбейіп жатыр? Неге ғылымдар шығып жатыр? Себебі осы поколенияның адамдары осы күнге дейін келген генді не істеу керек? Тазалау керек. Ол ген деген бір тазаланбайтын нәрсе емес. Қазір бізде сондай қалыптасып қалған. Ойбай, оны тазалау мүмкін емес деген сияқты да? Мүмкін тазалау. Ол бәрі де біздің қолымызда тұр. Түсінікті ме?
Кешегі өткен сабақта мен сіздерге айтқанмын. Яғни ел деп отырғанымыз баратын болсаңыздар, генетика баратын болсаңыз сізден сұрайды. Иә? Генетикада хромосома деген бар. Иә, хромосома бар. Неше хромосома бар адамда? 46 хромосома бар. Иә, 46 хромосома бар. Иә, хромосома. Сіз екіқабат болып жүрген кезде сізге берілетін дәрілердің де сырттарында қандай отырады? Біреуінде Y тұрады, біреуінде X деген тұрады. Көрдіңіз ба? X, Y деген бұлар нелер? Хромосомалар. Иә. Осы екеуі қосылған кезде одан не туылады? Бала туылады. Көрдіңіз ба? Хромосома. Енді сол хромосомадағы хрома деген сөз, храм деген сөз. Көрдіңіз ба? Храм. Мешіт ол. Ол святой жер. Хромосома. 46 хромосома. Біздің святой мешітіміз. Бірақ біздер қазір міне, қазіргі адамдар сол святой мешіттің ішіне даладағы бүткіл мусорды жинап алып не істеп қойып отыр қазір? Кіргізіп қойып отыр. Соның кесірінен қазіргі кезде ауру да содан. Адамдардың арасындағы агрессия да содан. Адамдардың арасындағы түсініспеушілік те содан. Түсіндіңіз ба? Осы білімді алып бір бала көтеріп беру керек. Әрине, соны айтып отыр ғой, мысалы, осы білімді алып әйел бала көтеретін болса қандай күшті. Мысалы мен өзім осы, айттым ғой, мен қызымды туатын кезде мен 2 жыл бұрын мен бат іштім. 2 жыл бұрын мен кітап оқыдым. Прям да? Себебі түсіндім соның бәрі әсер ететінін. Енді сол осы білімді алмағанның осының кесірінен қазір жастар қосылып жатыр да, иә? Кілең ауру бала не істеп жатыр өмірге? Келіп жатыр. Өмірге келіп жатыр. Неге Құдай қазір қосылғандарды айырып жатыр? Себебі мына қазіргі ер адамда, әйел адамда екеуі де дайын емес қазір, уже толып тұрған боқ екеуі де. Психологиялық тұрғыдан да, физиологиялық тұрғыдан, физиология деген тәндік тұрғыдан да, психологиялық тұрғыдан олар екеуі де лас. Иә? Қосылмай-ақ қойыңдар. Сендер қосылсаңыздар, тазаланбай қосылмаған соң жерде одан да бетер тағы 2 боқты қосып тағы бір боқ шығарасың, болды. Қарапайым тілмен айтқанда. Түсіндіңіз ба? Не сондықтан да қазір неге ойбай адамдардың арасында айырылу көп болып кетті? Ойбай пәлен түген дейміз да? Богу виднее, көрдіңіздер ма? Богу виднее. Потому что қазір бір семья болып бір ненің астында тұра алмайды адамдар. Мысалы, қиын қазір өмір сүру. Себебі міне толып тұр мына эмоцияға, прошлый опытқа толып тұр. Көрдіңіз ба? Біз мына қазіргі поколение, біз осыны тазалауымыз керекпіз. Енді сіз оны былай адамдарға барып, жаңағы өзіңіздің балаңызға барып, бауырыңызға біз тазалануымыз керек едік айта алмайсыңдар. Түсіндіңіздер ме? Не деп тұр дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан да сіз өзіңізге жауапкершілікті алып, сіз өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасай беруіңіз керексіз. Түсіндіңіз ба? Ертең сізде, мысалы, Свет апай, сіз міне, Свет апай ортада тұр. Свет апай мына артындағы ұрпақты алға жетелеуші. Түсіндіңіз ба? Алға жетелеушісіз сіз. Міне, бәріміз де сол. Біздің мақсатымыз сол, мына поколениен алға. Енді мыналар үшін сіз жауап бермей-ақ қойыңыз, бірақ өзіңіз үшін жауапкершілік аласыз да, сіз әрекет еткен кезде, по-любому сіздің әрекетіңіз өзінің нәтижесін береді. Сіз өзіңіз тазалансаңыз, сіздің мына таза биополияңыз ол беріледі жан-жаққа. Түсіндіңіз ба? Мен осыдан 10 жыл бұрын Қожа Ахмет Яссауидің басына барып, Гауһар аналардың басына барып, мен зират еткен 10 жыл емес, мен 15 жыл бұрын даже зират еттім. 2005-2006 жылдары зират етіп жүрдім. Ол кезде зират етеді деген жоқ. Сол кезде менің тумаларым, бауырларым бәрі да маған күліп еді, шынды маған қуып жүр ма, не істеп жүр деп. Бүгін бір інім барып зират етіп жатыр екен. Күлкім келеді, жіберіп, мен бүгін Қожа Ахмет Яссауидің басындамын, Гауһар анаға бардым деп, бәрін бүйтіп түсіріп жіберіп жатыр да, қарап отырсам. Көрдіңіз ба?
мен оның барлығында оған енді жетті да. Мысалы мен ойлаймын, ол мүмкін сол менің бір кездері өзімнің биополем тазалап, менің сол биополемнің химия дейді ғой, мен химия деген бізде бүйтіп иіс шығып тұрады, былайша айтқанда да, қазақ айтқанда, не айтқанда да, сол айтқандай сол иісімнің әсері, биополемнің әсері оларға да мен тиді деп ойлаймын. Көрдіңіз бе? Не, сол сияқты өзіңіз білім ала беріңіз, өзіңіз өзгере беріңіз. Сол кезде сіз ана генетикаңызды эпигенетика қыласыз. Не просто генетика, эпигенетика қыласыз. Көрдіңіз бе? Біздің өткен сабақтарда қарайтын болсақ, өткенде жаңағы неге туған айға байланысты прошлый опыт, бұрынғы өмірімізде нені біз жасамай қалдық, соны өтіп едік қой. Естеріңде бар ма? Біз по-любому бірінші келген, өзіміздің келген, қазір сендердің сайыз былайша айтқанда төркіндерің. Сіздер төркіндеріңізге істеу керек істі істемегендіктен, төркінге беру керек нәрсені бермегендіктен, мына әйел адамның бақытсыз болатыны. Сол бірінші тапсырма орындалған жоқ, негізгі тапсырма орындалған жоқ. Сол сіздерде әлі не болып тұр? Тапсырма болып тұр. Көрдіңіз бе? Ал сол тапсырманы орындау деген сөз, жаңа айтқандай, өзіңізді осылай дамыту, білім алу, тереңірек білу. Түсінікті ме? Сонымен біз өзімізді өзгерту арқылы генімізді де өзгерте аламыз. Ген имеет главное значение, потому что влияет на наше здоровье и жизнь. Көрдіңіз бе? Представьте тело в виде, енді так, мынаған көшеміз. Енді қалай оны әсер етеді? Өткенде мен айттым ғой, белоктар туралы айтамыз деп. Алмаш апай. Енді бедейді, сіз представьте себе дейді. Сіз өзіңізді, мына телаңыз, бедейді, в виде тонкого настроенного инструмента дейді. Бір инструмент, белок шығарып тұратын бір инструмент деп есептеңіз. Белок дегенде көз алдарыңа бір ақ затты елестетіп отырыңыздар. Көрдіңіз бе? Біздің әрбір қуанған сайын, әрбір сөйлеген сайын, қорыққан сайын, қуанған сайын, уайымдеген сайын бізден бүйткен бір нәрселер шығып тұрады. Ана больницадағы анализ деп отқаныңыз сізден шыққан затты не істеп береді? Оқып береді. Барсаңыз, мысалы қан тапсырсаңыз, немесе сідікті тапсырған кезде соя деген шығарып береді. Мысалы соя нормасы бар. Анализ тапсырған кезде анализдің мынандай қағазында норма деген тұрады жоғарыда. Келесісінде жаңағы сіздің результатыңыз тұрады. Мысалы ең бірінші гемоглобин тұрады. Гемоглобин 120-140 деп тұрады. Сіздің реальніңіз мысалы 60 дейге, немесе соя. Көрдіңіз бе? Барлық жерде не бар? Есеп бар. Барлық жерде есеп бар. Сізден шығатын сол, мына шығатын нәрселерді ана аппарат өлшеп тұрады. Көрдіңіз бе? Аппарат өлшеп тұрады, болды. Сеген кезде сідіңізден сояны анықтайды. Белокты анықтайды. Демек, сіздің әрбір әрекетіңізден бізден сондай бір бізге көрінбейді. Бізге көрінбейді. Бірақ біздің ішімізде сол нәрселерін істеп жатады, бөлініп, шығып жатады. Түсіндіңіз бе? Световай түсінбей қалған жоқсыз, түсінесіз бе? Сонда эмоция неғып тұрған сайын билеп тұршы. Эмоциямыз, біздің эмоциямыз, әрбір эмоциямыздан бізден белок шығып тұрады. Көрдіңіз бе? Больницаға барған кезде сіздің белогыңыз көп шығып кетсе, оны азайтатын береді. Ол аз шықса, соны көбейтетін береді. Мен қызымды алдына бір рет жібермей, соясы асып кеткен деп бірдеңе пайыз. Мүмкін емес деп больницадан шығармай қойды алдында. Жоқ деп. Сосын деген мен, сіз айттыңыз ғой, сен негізі кешірім сұрап, осы тәубеңе кетіп. Сосын соны жасағаннан кейін түсті ғой. Жұмыс жасайды ғой. Сосын больницадан шықтық, айтпесе жіберген жоқ. Енді қараңыз. Енді қараңыз.
білесіз ба, любой сіздің басыңыздағы жағдай ол сіздің өзіңіздің ойыңыздан, ниетіңізден болған жағдай. Ешкімді кінәламаңыз сыртын. Ешкімді де. Түсіндіңіз бе? Жауапкершілікті өзіңізге алыңыз. Жаңа сабақтың басында мен сіздерге бекерден бекер айтқан жоқпын. Ана 9 планетаны. Бәрі де өзіңіздің сыртқы әлем, өзіңіздің ішіңіздегі ойдан, ниеттен сырттан көретін әлем. И все. Соның құпиясын білетін адамдар алға жылжып кетті. Түсіндіңіздер ме? Ал соның құпиясын білмейтін адамдар шағаласып жүр әлі адаммен. Неге ана успешный адамдардың жұртпен шаруасы жоқ? Себебі олар біледі, түсінеді. Сырттағы әлем ол не важно екен. Оның мақсаты дамыту болды өзін. Мына әлемге бір нәрсе беріп кету. Ол әлемді дұрыстау деген сөз, әлемге бір нәрсе беру деген, самом деле өзіңе беру деген сөз. Вот, олар соны терең білді. Біреуге екен деп жүрген жоқ, ол өзім үшін деп жүрді. Вот. Светқали Нұржанның несі бар ғой? Мен дейді, мен өзіме не тілек тілемеймін дейді. Мен ана көпшіліктің тілегін тілей беремін дейді. Сен сол көпшіліктің ішінде өзім де бармын ғой дейді. Қарашы қандай философия. Көрдіңіз бе? Өзім деп. Сіз өзім деген сайын сіз дамымайсыз. Так, мне каждая из наших клеток, кроме красных клеток крови, производит белок, отвечающий за структуру тела и физиологических функций. Көрдіңіз ба? Яғни барлық клетка бізден не шығарып тұрады? Белок шығарып тұрады. Түсіндіңіз бе? Енді мен сол белоктарды қазір сізге жеке-жеке айтайын. Мысалы, мышечные клетки дейді. Мышцы. Мынау ғой, мышечные клетки. Бұлшық ет. Мышечные клетки. Бұлар актин және миозин деген. Дәрілер бар ғой сонда, білесіңдер ме? Актин және миозин. Мышечные клетки. Актин и миозин. Олар белок па? Актин деген. Актин и миозин. Осындай аптекаға барсаңдар, актин, миозин деген дәрілер бар. Енді қараңыз, сізге дәрігер осы дәрінің белоктың жетпесе сіздерге осыны гормон түрін береді, қолдан жасалған түрін береді. Көрдіңіз бе? Негізінде біздің теломыз ауру неден болады, жаңа айтқандай? Уайым, қайғы, ой, паникадан болады. Енді сіз ана уайымды өзіңіз ретке келтіре алмайсыз, ішіңізде қасарысып тұрсыз, неге ол өйтеді, неге ол сөйтеді, ішіңізде сондай болып жатыр. Бүйтіп ұрып жатыр кәдімгі ішіңізде, не? Энергетика бүйтіп жерді тепкілеп жатыр. Қандай праваса мен бүйткенде, мен сөйткенде деп жатсыр да? Ана дәрігер сізге түсіндіріп айтады, уақыты жоқ, барады да, сізге жетпей жатқан гормонды барады да, жасанды гормон бере қойды осыны. Жақсы. Осы ішесіне мәз боласың, жақсы екен ғой деп та. Мына октин, миозин дегендер бұлар белоктар ма? Белоктар. Гормон бұлар. Былайша айтқанда гормон. Гормондар. Так, кожаные клетки. Коллаген, эластин. Бар ғой, бетімізге коллаген жағамыз, бетіміздің әрі кетіп қалыпты, нәрі кетіп қалыпты деймізде, коллаген сатып алып, қазір коллагеннің саудасы жүріп жатыр. Инстаграмда қарасаңдар. МРде жұрттың бәрі коллаген алып жатыр, білесіздер ғой? Коллаген, эластин. Кожам эластичный болсын деп та. Енді қараңыз. Бұл жерде тоже адамның ішкі әлемі күшті болған кезде адамның бетінен нұр шашып тұрады. Сен ешқандай да крем, саған басқа нәрсе қажет емес. Сенің ана өзіңнің ішкі әлемің күшті болған кезде, ешкімге ренжімегенде, өзің жауапкершілік алғанда, қуанғанда. Түсіндіңіздер ме? Коллаген және эластин. Яғни біздің белоктарымыз чересчур далаға кетіп бөлініп кетеді. Көрдіңіз бе, шығып кетті артық нәрсе. Іште ол өзінің нормасымен шығу керек. Біз жаңағы біреудің сөзіне ренжідік те, не істедік оны далаға шашып жібердік. Енді ол шашып алдық та ауырдық. Енді ана организм не істейді, ана кожалар саған айқайлап жатыр, сырқыратады кожалар.
ой маған ана коллагенім керек ол саған просто знак беріп жатыр да. Сен не істейсің? Амал жоқ. Коллаген дегенді өзіміз қайтадан жасауға болатын еді. Қайтадан тәубамызға келіп, кешірім сұрап, риза болып, мысалы, қуанып, білім алып, өзіміздің жаратылысымызды түсініп, біз оны білмейміз. Іштен наоборот алуға болады. Іштен наоборот. Біз сол ішке үңілмейміз. Қайтадан сонымен сыртқы әлеммен жағаласып жүрміз. Барамыз да сырттан барып не істеп аламыз, оны сатып аламыз. Негізі ол біздің ішімізде тегін өзіміз шығаруымыз керек. Айға қарап, аспанға қарап, қуанып, жаңа күшті хабар естіп қуануымыз керек еді. Біз не істейміз? Қуанбаймыз. Қазақстанда ана пособияны бермей жатқан көрінеді. Шетелдіктер бәрін талап алып кетіп жатқан көрінеді. Ана оңбаған Тоқаев деген бүйтіп жатқан көрінеді. Отырып аламыз да, керек емес нәрселерді не істей береміз? Ойлай береміз, айта береміз. Клетка иммунной системы дейді. Енді клетка иммунной система алады антитела деген белок шығады. Антитела болады. Иммунный. Біздің иммунитетіміз кетіп қалады. Қазіргі адамдардың иммунитеті кетті деген екінің бірі, қазір мен кіммен сөйлесем де ішім өтіп жатыр дейді. Енді біз мысалы мен өзім басымда ондай нәрсе жоқ. Қазір құсып жатыр дейді, балам құсып жатыр дейді да. Мен Ақтауда, Алматыда жаңағы антитела. Тыңдасаң бәрі де әйтеуір сөйтіп жатыр да. Ол нені біледі? Ол иммунитеттің әлсіздігін білдіреді. Қазір ауада действительно сіздің ішіңізді өткізетін инфекциялар жүр, бактериялар жүр. Көрдіңіз бе? Сіз әлсізсіз. Сізге келеді сырттағы инфекция не істейді? Түседі. Өзі сол инфекцияны қауын қарбыз піскен кезде қойып. Сонда мына қауында бар екен сондай инфекция. Іш өткізеді да. Сосын көз ауруы. Көрдіңіз ба? Біз міне қауыннан қарбыздан көріп жатырмыз. Негізінде қауын қарбызда жоқ. Ол ішімізде тұрған нәрсе. Жоқ, анау не қыламыз ғой, жейміз, мысалы балалар жейді де сірне болып бір жерде топырақ ұстайды деген сияқты ғой. Қолын жумайды. Сосын иммунитет темір болғаннан кейін сразу қабылдап алады. Вот. Көрдіңіз ба? Біз енді иммунитетімізді тағы да өзіміз құртып жатқанымызды білмейміз. Иммунитетімізді. Әу баста баяғыда бір 4-ші поколениеде әжеміз не істеді? Қарапайым тілмен айтқанда әжеміз недовольны болды. Бір недовольны болды. Қалып қойды сол. Елінде қалып қойды сол. Ана поколениеде, мысалы 4 поколение еді. Бір әжеміз жаңағы бір атамыз оны бір шалға берді. Сода недовольны болып қалды. Ол мынаған өтті. Ең соңына келгенде міне мынау тұрған Шолпан апай қазір 4 поколение боғын көтеріп тұрды, бірақ түсінбейді. Бірақ ана кілең сол энергетика ғой, раздраженный энергетика қалып қойды да. Мына биополеде кристаллизация деп айтады оны. Кристаллизация деген яғни қатып қалды сол. Қалып қойды мына жерде жазылып қалды да. Енді не істейді? Оған сондай ситуациялар туа берді алдынан. Көрдіңіз бе? Кристаллизация яғни жібіту керек. Іштегі мейірім, махаббатты іштен шығару керек, жібіту керек. Сол жібігенде кристалл деген отқан мұз. Кристалл күйі, судың кристалл күйі деген мұз күйі деген. Яғни мұзды ерту керек. Көрдіңіз бе? Сол арамызда біз оны сырттан, жұрттан көріп жүреміз. Самом деле ол сырттан емес, бәрі өз ішімізден. Енді клетка щитовидной железы. Щитовидка. Ең басты проблема осы жерде бәрінде де қазір щитовидкілерінен проблема бар сендердің. Клетка щитовидной железе бұл тироксин. Ішесіңдер ме дәрісін? Тироксин деген дәріні естіп жүрсіңдер ғой, Тироксин. Ішет осыны. Гормональный дәрі. Тироксин, зоб деген ол ішіндегісін айта алмау. Психосоматикасы айта алмайды. Ішіндегі ойын айта алмайды. Мына жер тықпады. Себебі баяғы поколениеде қорқып қалды. Баяғыда біздің қазақтар революцияны көрдік, Мысалы байдың тұқымы болдық та, біз не істедік
айта алмадық. айтып Әке шешеміздің атын айта алмадық. Иә? Ойын айта алмадық. Мысалы, сотталып кетемін деп қорықты. сталиннен кезінде де Иә. Ол даже Орыстан- мені әке шешем деп те айта алмаған ғой Иә. балалары. Танымаймын деп тұрған ғой. Сол танымай, менің әке шешем емес, фамилиясын өзгертіп жіберді. Шәкәрімнің баласы солай кеткен ғой өмірде. Мысалы, соның бәрін айта алған жоқ. Соның бәрі мына жерде не қылды? Тығылып тұр, өксіп болды. бізге Оны көрдіңіз бе? Ол баяғы 18 ғасыр, 19 ғасырдағы бір әжеміздің, атамыздың бойындағы нәрсе, бірақ біздің геніміз арқылы ол неге келіп тұр бізге? Бізге келіп тұр қазір. Түсіндіңіз бе? А біздер не істейміз қазір? Мен деген зот болды, мына менің күйеуім. Өйсті бүйтті менің күйеуім. Мына күйеуім деген просто бер жағында шығып тұрған светок та. Оның асы негізінде тамырда еді проблема да. Иә, тамырда еді проблема. Біз оның светок шығып тұрған жапырақ содан көріп жүрміз да. Бірақ проблемасы тамырда да. шынымен Иә? көрініп тұрған бірге жабысамыз. Жоқ, күйеу. Бірге жабысамыз. Орысша айтады ғой, козел отпущение дей ма? Козел отпущение дей ма? Соны айтқанда ой бейшара козел болып қалды да. Былай қарап отырсаң да, на самом деле проблема глубинада. Мына қазіргі уақыт сол глубинаға түс деп отыр. Көрдіңіз бе? Қазіргі психологияда да осылай глубинаға түсуіміз керек. Жаңа айтқандай, вокруг да около жүретін психологтар тыңдай берсеңдер, өздерің айналып жүре бересіңдер. Көрдіңіз бе? Бүйтіп айналып жүре бересіңдер. Бірақ бір нәрсені қалай, мына жан не? Қалай? Жан осыны қалай? Жан ана боқтан тазарғысы келеді. Боқтан тек қана білім арқылы тазарады адам. Көрдіңіз бе? Ол соны іздеп жүр. Жаңа айтқандай, глубинаға түсуден қорықпаңыздар. Көрдіңіздер ме? Қиын нәрсе емес. Глубина деген самом деле өзіміздің бойымыз, өзіміздің жаратылысымыз, ішкі әлеміміз. Түсіндіңіздер ме? Енді клетка костного мозга дейді. Костный мозг. Костный мозг деген не ғой? Жұлын ғой, иә? Жұлын сұйықтығы ма? Жоқ, әлі сүйек па? Емес па? Костный мозг деген, мозг деген. Омыртқа емес па? Омыртқа. Жоқ, қос деген сүйек, мозга деген бас қой. Осындай жақта баста емес па ол деген? Клетка костного мозга. Мына жердегі ма? Эритроциты. Баяғыда мен кішкентай кезімде мамам эритроцит деген дәріні көп беретін еді. Эритроциты. Сен ана жерге жат жүрші, аяғын жібер. Ана жерге жат, аяғын жібер. Жата ғой диванға. Ештеңе. Жата ғой, ұйықтап ал. Клетка костного мозга эритроцит. Яғни бізден эритроциттер шығып кетеді, бізге сосын сырттан не береді? Осы дәріні бізге береді. Дәрілердің бәрін шығарады. Иә? Бәрін шығарады. Со айтып тұрмын ғой. Оларға иә. Олар адам бізді ішіміздің ғалымдар союздың кезінде білген ғой. Соны айтамын. Айтпайды. Оны баяғы кезде бұны біздің өзіміздің қазақта шөптер болған осыны. Орнына келтіретін, реттейтін. Бірақ айттым ғой, біздің қазақты 16 ғасырдан бастап құртқан, айттым кеше, Ротшилд дейді, масоны дейді. Олар осы дәуірді, олар 2 ғасыр бұрын осындай әлемді олар жасап қойды. Болашақта біздер міне фармацевтиканы дамытамыз. Адамдарды, молдаларды күшті білетін қасиетті адамдардың барлығын құртты, атты. Қазақтың мықты-мықтыларын, оларына энергетикасымен емдейтін еді, күшті, таза ауада емделетін еді, суға түсетін еді, иә? Кең жайларда атқа шабатын еді, сөйтіп емделетін еді. Оның бәрін құртты, әдейі неге отырғызып қойды бізді? Дәріге отырғызып қойды. Көрдіңдер ме? Дәрі ішпесек жүре алмайық қазір. Қазір вообще аптеканың дәрісіне жабысып алған ғой, болмайды. Жоқ. Іше алмаймын дейді. Бірақ өзің именно қуышып жатқан ол түсінбейді. Мысалда, Костный мозг деген міне белде болады екен. Белде и в костях таза. Міне жерде екен. Белде. Иә, мына омыртқан мына жер бар ғой, міне губчатый ткань. 8 көз дегеніміз емес па? Соны айналасы. енді костный мозг деп отқанымыз сол сүйектің бойында, жалпы омыртқаның бойындағы болатын, иә? Бұл деген информация тасушы сұйықтық. Бас пен мына құйымшақтың арасында жүгіріп жүретін сұйықтық. Иә?
сол сұйықтықты біздер қазір не істеп алдық? Құртып алдық. Белдегі грыжа деп отқанымыз сол сұйықтықтың жоқтығынан грыжа болады. Отырып кетеді. Құрғап қалады. Көрдіңіз бе? Құрғап қалады. Біз не істейміз? Ренжиміз. Біз ренжіген сайын, кеше айттым ғой мына неде, біз ренжіген сайын мына нерв талшықтарында не болады? Иә, вибрация. Сыртқа кетеді, барлық нәрсең сыртқа шығып кетіп жатыр. Сыртқа шығып кетіп жатыр. Иә, орнына қайтып қоймаймыз. Қайтып қойсақ та жаңа аптеканың дәрісіне құмармыз. Ол тек синтетикалық, ол табиғи емес. Оны мына қабылдамайды біздің тәніміз. Себебі ол өзінікі емес. Не родной. Біз әу баста Құдай жасады, біз топырақтан жасады. Біз топырақ, су біздің роднойымыз. Иә, баяғы кезде ауырған жерімізге топырақ себетін едік. Шынымен де. Шынымен де. Сосын баяғы кезде ерте кезде қазанды шешелеріміз топырақпен жуып алатын еді. Есімде, сыртқа бәрі шығады да, аппақ болатын еді. Себебі ол біздің роднойымыз, топырақ біздің роднойымыз. Қазана фери деген неғып біліп, қолдың бәрі бітіп жүрміз ол. Себебі ол не родной, ол сезетті, ол қашады, ол қиналып жатыр соны. Не родной нәрсесімен істеген сайын. Міне, бел ауру неден болады жайқаны? Эритроциттің бәрін далаға шашып тастады, орнына ештеңе қойған жоқ, сүйіп, не істеді? Кеміріліп жатыр. Жидкость жоқ. Қандай сабақтың соңында тамақтарда бар, медитация. Клеткой глаз. Көзіміздің клеткасы, қазір 2/1 көз ауру. Кератин деген гормон далаға шашамыз. Оның орнына біздер кератинді қазір қолдан жасап жатырмыз, шашымызға жасаймыз кератин. Иә? Бірдемені жылтыратып қоямыз. Негізі ол біздің өзімізде ішімізде бар еді, жылтырақ. Иә? Шашымыз өздігінен жылтырау керек еді. Мысалы, баяғыда менің әжемнің шашы ол, нағашы әжем шашы қап-қара, жып-жылтыр болып тұратын. Тек айранмен жуатын әжем, шампунь жоқ. А біз сол қазір кератинді бәрі қолдан жасап жатырмыз. Сен айранға жуғанда да ол натуральный болу керек қой. Иман досына Құдай бейбулғыдағы қайтыс болғанда шашы қап-қара күйінде кетті ғой, бір 5-6 шашы түсіп жаңа ағарып бастағаннан сол қайғы болып. Неше жастасың? 87 жасында кетті ғой мартта. Сонда репейный масло бар ғой, аптекада репейный маслоны алды да қыздарына күнде бүйтіп жаңа массаж жасап жағып отқанда өшат айтады ғой жаңа сіңлім. Өсті енем шаш дейді ғой қап-қара. Мына балапан шаштар шықты дейді, мынандай жаңа репейный маслода. Күнде ерінбей дадаға бүйтіп массажбен жақтырып, өзі ауырып жатқан адам ғой, жақтырып бүйтіп басып оқала деп бүйтіп. Соны енді ақыл есінен адыспай, аман есен кетті ғой ар жаққа. Қап-қара болып кетті шашы. Вот міне, кератин, бізден осындай гормон шығып кетеді екен, кератин деген. Енді соны біз не істейміз, шығарамыз да, қайтадан соны сатып алып жүреміз, бәленбай теңгеге жасатып сатып алып жүреміз. Так, келесі. Клетка поджелудочной железы. Поджелудочная железа. Бұл білесіздер ғой, иә? Поджелудок деген. Ұйқы безі. Поджелудочная железа. Бұда энзимы. Протеаза, липаза, амилаза дегендер бар ма? Мен айтып, энзимы деген естіп жүрмін. Протеаза, липаза, амилаза деген белоктар. Липаза, амилаза. Клеткой поджелудочной железы. Амилаза дегенде рекламада айтып жүрген жоқ па? Айтып жүрген шығар. Дәрілер осылардың барлығы қазір сырттан кіре осындай дәріні жасап берді бізге. Липаза деген Липаза, иә. Енді біз осы дәрілерді біз сырттан не істейміз, ішеміз. Бірақ ішімізде бар еді, онда бірақ не істейміз, жаңа айтқандай сыртқы әлемнің заңдылығын түсінбегеннен кейін жынданамыз деп. Ұйқы без, қазір барлық адамда ұйқы безінде проблема бар. Бәрінде бар қазір. Нормально болып кетті. Норма болып кетті. Міне,
жалпы көрдіңіз ба, біздің барлық жерімізде осындай белоктар бөлінеді. Біз бұны білмейміз, бірақ больницаға барсақ бізге осының барлығын не істеп береді, анықтап береді. Осы бөлінетін белоктар біздің денемізді сау, бақытты болуымызды анықтайды негізінде. Көрдіңіздер ме? Түгел болу керек. Біз осы өзіміздің белоктарымызды былайша айтқанда сыртқа не істемеуіміз керек, шашпауымыз керек. Ол өзіміздің ішімізде тұру. Бағана мен сабағымның басында айттым ғой, мынандай әлеміміз бар еді ғой. Иә? Ол сол әлемде, өзі сол әлемге керекті зат еді ол. Түсіндіңіз бе? Енді біз не істеп жатырмыз? Мынаның ішін бәрін құртып жатырмыз. Енді қазір қараңыз, қазір ғалымдар не деп жатыр? Астрологтар не істеп жатыр? Не дейді? Қазір аспан әлемі бүлініп жатыр дейді. Иә? Көрдіңіз ба? Ол самом деле сіздің ішіңіздегі бүлініп жатқан әлем. Соны айтып, былай айтып тұрмын, айтып. Соны бізге соны айтып тұр. Көрдіңіз ба? Иә, қазір сіздің ішіңізде жаңадан жер қалыптасып, қазір айтып жатыр, жаңа жер қалыптасып жатыр, жер қабаттары, сулы жерлер суарып, су емес жерлер су болып сөйтіп жатыр. Қазіргі кезде бәріміздің де организмімізде осындай переостановкалар болып жатыр. Қайтадан. Себебі біздер қазіргі жейтін тамағымыз мүлдем басқа тамақ. Көрдіңіз ба? Мүлдем басқа тамақ. Баяғы нәрселер жоқ. Біздің қазіргі жеп жатқан тамағымыз кілең, көбіне жаңағы синтетикалық заттар, химикаттар. Мына жерде де қазір естіп жатырмыз ғой, жер, пестициды, химикат, жер қазір бүлініп жатырмыз дейміз. Самом деле біздің неміз бүлініп жатыр? Ішіміз бүлініп жатыр. Сөйлеңіз бе? Хабарды естісең, сондай нәрсе көрсең, өзіңде болып жатыр. Вот, сіз сырттан қандай хабар естисіз, ол сіздің ішіңіздегі болып жатқан не? Состояние. Сіз ертең жайлап түсініп бастайсыз. Мысалы, мен қазір айттым ғой, мен вообще жаман хабар қарамаймын деп. Менде оған қарауға желание жоқ. Потому что уже менің ішімде ол әлемнен мен шығып, мен қазір сол білімнің арқасында сәл де болса басқа әлемге не істедім? Көштім. Көрдіңіздер ме? Маған, мен мысалы қазір қарап отырсам, мына қазір оны көп ешкім көрмейді, бірақ неде, ютубтарда нелерде мықты андай байлардың өздерінің тұратын жерлері бар кәдімгі. Ағаш, орман, өзен, көл, табиғатты керемет жерлер. Сол әлемнің ішінде білесіздер ме? Андай үйлер бар, на ножках. Баяғы біздер Мыстан кемпірдің үйі деп орыстың ертегілерінде оқитын едік қой. Ол шынымен де реальностьте бар. Ол Мыстан кемпір емес, бірақ бізді Мыстан кемпір деп олар сөйтіп қойды. Елден ерекше кетсең, сондай жалмауызсың дегендей. Вот, елден бөлек кетсең жалмауызсың. На ножках жүретін стеклянный үйлер бар. Андай ол закрытый каналдары бар, соның өзінің қарайтын. На ножках ана үй бүйтіп жүреді. Мен таң қалдым ғой, сондай дәрежеге жеткен адамдар бар. Көрдіңіз ба? Себебі олар өздерінің әлемін не істеп алды? Жасап алды просто. Генетикасының бәрін өзгертті, видениесін өзгертті. Сенің видениең өзгерген кезде жаңағы сенің сыртқы әлеміңді не істейді? Өзгереді. Видите, егер информация, входящая в клетку извне, яғни сырттан, не меняется ген, продолжает производить тот же белок, и тело остается прежним. Енді мына жерде бізге мына кісі мынандай деп көрсетеді. Күнде мына сіздің денеңіз дейді, күнде белок шығаратын аппарат. Белок дегенде көз алдыңызға елестетіңіз, қағаз шығарып жатыр дейміз. Ол күнде черно-белый не шығара береді? Белок дегенде менің көз алдымда ірімшік елестеді. Маған да ақ кеткен. Егер тақатақаттар бірдемелер шығып. Бетіңізден бүйтіп жара болғанда ағзат шығады ғой. Сондай бірдеңе бетінен шығады. Соның барлығы да бізден шыққан белоктар ғой, сыртқа шығып жатқан.
мен айтамын ғой, сыртқа жара шыққанда қорықпаңдар деймін. Көп адам қорқады. Мен айтамын, қорықпаң, жарадан қорықпаңдар. Себебі жара ол сіздің ішіңіздегі қалып қойған ана белокты не болып жатыр, сыртқа шығарып жатыр. Баяғы кезде ертеде мына өзенде кожвен диспансер болды. Есіңізде бар ғой? Ол жаққа барған кезде адам 6 ай емделіп келетін еді. Білесіздер ма? 6 ай жататын еді адамдар. Теріге бірдеме шыққан адам 6 ай жатып келетін еді больницаға. Туберкулез болып ауыратындар Жамбылда болды. 6 ай жататын еді. Иә? А бізде қазір не істеп жатыр? Тек теріге бірдеме шықпа, тек кетіру керек. Иә? Ол кетірді деген сөз қайтадан ішке кіріп кетті деген сөз. Көрдіңіз ба? Ол сыртқа шығарып жатыр, оны ішке қайтадан не істеп қойдың? Кіргізіп қойдың. Ол барады да енді ол қайда барады енді ол? Бір жерге қайтадан жиналады. Сол жерде барады да клетканы не істейді? Бүлдіреді. Клетка бүлінген жерде онкология деген сол жерде басталады. Түсіндіңіздер ма? Онкология содан басталады. Бұл негізі дұрыс. Мен деген сол туберкулезбен ауырып өзенде жаттым ғой больницада. Барғанда мен негізі сен ұзақ жатасың деген ғой маған басында. Бардым, бірақ 1 айға жетпей шығарып жібердім мен. Себебі көңілді жүрдім. Домбырамды алып кеттім, күнде көңіл настроением жақсы болды мен. Өте күніге біз көңіл больницада жатқанда ештеңе болған жоқ. Бір не болған жоқ. Мені 1 ай толмай шығарып жіберді больницадан. Сен жақсы болдың. Мен барған, бірге барған балалар қалды, 2 айға шөлеп жатты. Бейнеудегі туберкулезбен айтайын ба? Не үшін жатқанын? Бейнеуде туберкулезбен ауыратын адамның саны аз деген информация беру үшін. Аз деп жауып тастадым ғой. Жауып тастадым. Соны жауып тастады ғой. Соны негізі адамдар барып емделетін жақсы болып жатыр еді ғой. Бейнеуде Емдерге деген анам емдерге тұршы. Алматыға кетті ғой. жоқ, жалпы айтамын. Несі бар ғой, сол ана списокті азайту үшін жатты. Халық үшін емес, өздері үшін. Жан жаққа кетті ғой. Қаншама адамдар ауырды, Ақтауға жіберді. Енді қайтадан омыртқамызға келеміз. Осы омыртқаны жақсы көремін. Омыртқада жаңа айтқандай жоң сұйықтығы бар, иә? Жоң сұйықтығының қызметі қандай еді, Шолпан апай? Қызметі қандай еді жоң сұйықтығының? Информация. Дұрыс айтасыз. Яғни мына копчикте не бар? Информация бар. Сіздің бүкіл информацияңыз осы жерде. Флешкаңыз. Жеті атаңыздың жеті атасының бәрінің информациясы копчикте тұр. Бәрі сол жерде жиналып қатталып тұр. Немесе мынау жақсы ощущение алу керек еді. Қуану керек еді. Ген деп айттым ғой жаңа, қан, белок қайда жүреді? Міне мына жерде жоң сұйықтығының бойында не жүреді? Белоктар осы жерде жүреді. Қанның ішінде. Түсіндіңіздер ме? Енді осы белоктар сіз қандай неде боласыз? Көңіл күйде боласыз? Қандай состояниеде боласыз? Осы жерде отражаться етеді. Енді белгілеп отырғанымыз айттық қой, белок, яғни жеті атаның жеті атасы деген не? Яғни сырттан біз энергияны, жаңа ата-бабалардың рухының энергиясын сырттан не істейміз? Сеземіз. Сол біздің бойымызға қуат болып түседі. Түсіндіңіздер ме? Қуат болып түседі. Біз содан қуаттанамыз, рухтанамыз. Біз енді қазіргі поколение баяғы жеті атамыздың рухын ала алмай жатқан поколениямыз. Қазір ширктеді, мерктеді, баяғы дым жақсы шетінен пісіріп жүредік, бірімізге біріміз постоянно шетінен таратып жүредік. Ширктедік, мерктедік. Ол да азайып кетті қазір. Мысалда, негізінде ол менің өзімнің зерттеуім бойынша
ол өте дұрыс нәрсе. Енді есіме түсті. Соны саған айтайыншы деп едім, сол 7-нан сосын 40-ы бар ғой, баланы 40-нан шығарады, өлген адамды 40 күн береді мысалға да. Қазақта айтып жатыр, 40 күнде 100, 40 күнде не қыл дейді, ары қарайды, 100 күнде 100 ары қарайды деп өлген адам айтып жатады ғой бізде. Соны бір зерттеп көрейікші деп едім мен. Мен жазғы сабағымда соны айттым ғой, бәрін. 40 күнде барлық адамның дене мүшесі. Құрандағы нәрсенің барлығын мен сізге соны ашып айттым ғой. Барлық дене мүшеміз орын келеді. 40 деп. Бұрынғы сабағында айтты. Мен ұмытып қарап отырмын. Қайтадан бастаймыз. Жоқ, шын. Енді қараңыз, неге иісінен? Жаңа айттым ғой, біздің биополиямызда иіс жүреді. Иіс. Біз адамдар иісті онша көп сезбейміз, бірақ жануар иісті күшті сезеді. Оларға иіс сезу мүшесін керемет қылып беріп қойған. Көрдіңіз бе? Бұны просто көп адамдар білмейді. Россияның 4 Нобель сыйлығын алған Ситников деген кісі бар. Ситников деген ғалым кісі бар. 4 Нобель сыйлығын алған. Сол айтады ғой, бедеп. Мына барлық нәрсе неспроста. Мысалы біз жаңағы Шолпан апай, сіздің папаңыздың аты кім еді? Дәулетбай. Дәулетбай, мамаңыздың аты Илья, Илья. Мысалы, мына Дәулетбайдың потомствосы, мысалы, Шолпан шығу керек. Соның иісі мына Илья апаның бойында жүреді екен. Көрдіңіз бе? Мына ерлі-зайыптылар өзінің потомствосының иісін сезінеді екен. Бірақ біз оны білмейміз. Көрдіңіз бе? Бірақ табиғатта ол солай қалыптасқан. Балдарымыздың иісін сезіп жүреміз бе? Мысалы, сіздің жаңағы күйеуіңіз, сіздің Мұратовтардың баласының несі, энергетикасы уже сізде заложено болады екен. Ата-енемнің балдарын да сезіп жүреміз бе? Өз балдарыңыз. Мысалы, не істеді, міне, Илья апаның, Шолпан апаның несі, гені Илья апаның бойында жүреді, оны мына кісі не істейді? Сезеді. Сол мына кісімен екеуі сезім дейді. Көрдіңіз бе? Сезім деген сөздің шығуы. Сезім, сезу. Көрдіңіз бе? Сезіп тұр алдын ала. Потомствосын сезіп тұр. Көрдіңіз бе? Солай екеуі бірін-бірін не істейді? Қосылады. Енді ол иіс, сезім қайда жүреді? Бойда жүреді. Омыртқаның бойында жүреді. Омыртқа деген сөз. Омыртқа, жұмыртқа. Өмір деген сөз, ом деген сөзден шыққан, өмір. Ом деген жаңағы ненің мантраларын білесіңдер ғой, Ом шанти деп жаңағы Будда дінінде, на самом деле Будда, славян, біздің ар жағымыздың түбі бірге шыққан. Түгел сөздің түбі бір, түбі атасы, майқы деген сияқты. Түгел түбі бір, түріктің де бәрінде бір шыққан, сөздің түбірінің барлығы бір. Оны просто оны оқымайды да жұрт, оларға бір сказка сияқты айтылып отыр. Қой дейді да. Енді қарайық, омыртқа деген сөздің. Ом, жаңа айтқандай, өмір деген сөз ом. Ыр деп отқанымыз, мысалы қырғыз тілінде жыр дейді, ырлау, дыбыс. Көрдіңіз бе? Дыбыс. Ыр деп отқанымыз дыбыс. Сіз УЗИ-ға барып түсесіз ғой. УЗИ-ға барған кезде ультразвуковая, ультра деген тонкий деген сөз, звуковая исследование. Яғни осы отырғанда бізде иіс те шығып отыр, бізде не де шығып отыр? Звук та шығып отыр. Оны біз байқамаймыз, бірақ оны не байқайды? Аппарат байқайды. Көрдіңіз бе? Просто біз соны білмейміз. Міне, табиғатын білмеу, адам өзін білмеу деген сөз осы. Өзіңді таны дегенде осыны айтады. Түсініңіздер ме? Түбі осыдан шығады. Мінез неден шығады? Осыдан шығады. Міне, көрдіңіз бе? Қазіргі эмоция, опыт, мінез баяғы опыттан шығады. Ол бекерден бекер қазір, мысалы, Шолпан апайдың мінезі қатты дейтін болсақ, ол Шолпан апайдың мінезі бүгін ғана қалыптасқан жоқ.
түсіндіңіз ба? Ол баяғыдан қанында бар. Түсіндіңіздер ме? Қандағы бар нәрсе ол баяғыдан не істеп жатыр? Келе жатыр. Ол бүгін қалыптасқан нәрсе емес. Түсіндіңіздер ме? Мысалы біз бүгін осы қазір өмір сүріп жатқан балаларды жөндегіміз келді да? Жөнделмейді ол. Қалыптасып кетті ол сүйегінде. Кейбір кезде өзімізді кінәлап жатамыз біздер. Ойбай, осыған дұрыс тәрбие бере алмадым деп та. Сен дұрыс тәрбие бере алмаған ештеңең жоқ, просто өзіңде тәрбие жоқ ажарында. Көрдіңіз ба? Оны әбден біздер мұғалімдер тәрбие беру керек. Иә. Түсіндіру керек деп. Қоғам сөйлеп жатыр. Вот, қоғам сөйлеп жатыр. Соның кесірінен қазір біз не істеп жатырмыз? Ата-ана мен мектеп бірін-бірі жек көреді. Сол заңдылыққа бағынғысы келмейді. Мектепте тоже бизнес қазір. Ана бағдарламаны шетелден алатын болса, қырғын ақша түседі. Бір ненің депутаттың қалтасына күшті болып түседі ол ақша. Көрдіңіз ба? Ол мектептің жаңағы несін ішіндегі мынандай оборудование, ол тоже біреудің бизнесі. Мынандай стол әкеліп берсе, парта әкеліп берсе, иә, мынандай экрандар әкеліп берсе, ол тоже біреудің бизнесі. Иә. Сен сабақта айттың ғой, диплом керек емес, мектептегі білім дұрыс емес, анау өткенде мен бір мұғаліммен отырдым. Жақсы, сен дипломмен кіресің, сабақ не жоқ, жұмыс жоқ, әңгімелесіп жатқанбыз екен. Диплом оқып диплом алған дұрыс па деп. Өзіме мен мұғаліммін. Мен мектептің ана программасын көріп, мен оқымай-ақ қой деп айтамын қазір. Оқы деп айтпаймын. Мен қызым, мама, мен сабақ бүйтіп айтамын, мен оқымай-ақ қой деймін. Сен қазір спорт ұнатады, мен спортқа беремін, спортыңа барасың, болды деймін. Қажет емес. Мына адам өзінің көңілін жаза алса, есебін есептей алса, дұрыс кәдімгі грамматикалық қатесі жаза алса, болды. Соны айтамын. Жылайды қазір балдар оқыған. Балдар себебі подсознательный. Өзің балаңды жылап барады ма? Оқысы келмейді. Бұнда жасқа баратын балдар не? Лава деп бармай. Бәрі сондай. 3-4 жылда ойлаймын да, неге балдар бұндай болып кетті деп. Подсознательно олар білет, оларға керек емес. Көрдіңіз бе? Оларға керек емес ол білім. Түсіндіңіз ба? Вот. Айтып отырмын ғой, сыртқы әлем. Оларға бір, ол біреу, мысалы біз өмір сүріп жатқан әлем, баяғыда біреудің жасап қойған әлемі. Мен бүйтсем, бизнесім дамиды, бүйтсек, анау дамиды, бүйтсек, мынау дамиды деп қойды. Алдын ала сол программаны салып жіберіп бізге кино арқылы берді, кітаптар арқылы берді. Біз соны оқыдық да программировать етіп қалдық сонымен. Иә? Мысалы қарап отырсаң. А енді біз мына осы уақытта, осы дәуірде сол иллюзиядан не істеуіміз керек? Шығуымыз керек. Біз біреудің әлемінен шығып, өз әлемімізге кіруіміз керек. Біз қазір самом деле айтып отырмыз, масондардың әлемінде, Ротшильдтардың әлемінде жүрміз. Солар жасап қойған әлемде жүрміз. Біз өзіміздің әлемімізден шығып, баяғы өзіміздің қазақы әлемімізге кіруіміз керекпіз. Қазақ осының бәрін баяғыда білді. Енді тәрбие бойынша ұлттық құндылықты баланың бойына сіңіру керек деп жатырмыз. Үш мүддені не істеп берді? Сен деп жатырмын. Ұлттық мүддеміз енді сол өзіміз Иә, ұлттық мүдде деп отқан осы. Өзін танып жалпы штат болды, иә. Мына мен отырған штатта ашты. Енді оны тағы жабамыз деп жатыр. Жаһандық құзыреттілік па? Жоқ, профориентация. Жаһандықты беріп қойды өзін-өзі тануды. Оны өзін-өзі танудың мұғалімнен жылып атты курсынан өткендерге береміз деп оны тарихшыларға беріп қойды. Тарихта деген қазір сағат 7 үстінде мұғалім алды. Қарап отырсаң, иә? Ал енді өзін-өзі танумен бұрынғы мұғалімдер мынандай 3-4 сағат беріп Жоқпайын ба? Содан ба? Терден жоқ. енді былықтырып жатыр ғой тек педагогика саласы. Жұмыс жасаған келмей кетеді ғой. Уже айтып отырмын мен кеше жұмыс алып жаңа жабылады деген бүйтіп жазып қоя ғой. Бастауышты жауапқан жоқ бізге. Сіздер жоғары жаққа бастауышты жаңа деді балдар. Бәрі деп отыра береді, сен қайтып өтсең де не? Балаға да Бізде мен мысалы екі немен Қалай қызып тұрсаң да қызық емес. ойында отырмыз. Қызық емес, себебі олардың келген тапсырмасы басқа олардың. Уже дайындалып, күшті өтіп, өстіп ештеп келесің ба, бүйтеді да, уже жамағат ертесіне, уже қайтадан бүйтіп отырады. Сол уже шаршап кетесің, адам қойды. иә көздерінде не жоқ мындай Нұр жоқ. лесі жоқ нұр жоқ иә көздерінде нұр жоқ. баяғыда енді жаңағы ештеңені білмейтін еді ғой. Біз білмей өстік қой дейді. Мұғалім айтқанда бізге таң болды ғой. Олар қызық емес та. Таң жоқ. Бәрімізді зорлап оқытып қойды. Баяғыда ертеде зорлап ешкімді оқытпайтын еді.
иә тек оқитындар оқиды оқымайтындар болмайды. Баяғы ерте кезде киноларда қарайтын болсаңыздар мына теміршіге баласын апарады иә сен мына ұсталыққа үйрет дейді иә ертеректе киноларда сөйтеді ол мектепте жаңағы білмейді оқытпайды а бірақ андай оқиды ау деген баланы бөлек алып кетіп оқытатын еді. Енді қазір анамен оқып үлгеру деген оны қазір бізде бір атақты бір қыз бар анау басын көзін демейді шұқып алады бүйтіп көзін ұрып жібереді иә страшно ана соны барып қосып қойған 4-ші класстың мұғалімі деген жылап іштен бесікке барып отыр ол қыз айтады ғой бүйтіп ана келеді ғой жаңағы қыз келеді екен де кәдімгі агрессивная отырмайды анау да жанына біреу барды ма жаңа бала бар бізде екі удовольствие алады екен содан ана қыз да кәдімгідей жүгіріп кетеді бәрі сыныпқа кіріп шығады дайындық сыныбына барады соның үшін олар бірінші этажға оқытып сонда сол үшін оған ассистент беріп қойыпты Бесінші класста жалдап қойды есімде жүреді шығады ой бесінші класстағы бірінші этажға оны әке шешесі оқытамын деді ме мектепте оқытады соны дұрыс деп шынды ма кәдімгі арқасы көтеріледі оны жібермейді ол диагноз қоя алмайды екен врач диагноз қоя алмайды екен сондай баланың қазір қоя алмайды екен сондай бала түспегей деп тілеп отырады айтып ғой бізде де бесінші класста ана бастауыштан келеді ғой төлейтін сондай төлеп отқан айына 3 теңге ма төленеді ғой 3 теңге ол инклюзивтің ар жағында деген қарайған ақша айналып отыр бізге ғой негізі бізге тек интернеттесін төлеп отқан сияқты мұғалімдер ал енді мысалы көрдіңіздер ма бізде өзбекстанда жасап кеттік қой сонда деген бізде сол шендей да азғантай да бірақ жаңағы кварталына 50.000 сом төлейді айлығыңды аласың бірақ кварталын береді сен ана балаңды барып келген үшін бұлар мен ойлаймын мына жақта модезет жоқ соның ішінде бейне себебі деген мен подружкам кетті ғой ақтауға ауысып орыс тілден инклюзив балаға таласады екен олар 40% қосады деп бұрын айтты ғой 40% деп алып негізі мұғалімдер 400 теңге ма сондай 400 теңге сынып жетекшіге ұстай ғой 2-3 мың ба иә 400 теңге жақсы не жалуемся все не жалуйтесь и все алып тастаңдар өздерің дальше өздеріңіз әлем күшті деп өздеріңнің әлемдерін дұрыстаңдар тха деген несі бар ма тха қалды ғой просто бұл нелер ғой жалаулар ғой соны омыртқа болып кеткен а негізгі мынау несі түйіні бізден звук шығып жүрады бізден иіс шығып жүрады көрдіңіздер ма яғни енді мынау негізі бөлек тема просто жаңа айтып жіберіп жатқаным ғой не істеп жатқанда соны білсін жаңағы иіс сезгенде үлкен кісілер не арқасын жауып отырады арқаны жауып отырады арқаға бағана баяғыда қол тигізбейді деп айтатын еді көрдіңіздер ма иә қақпа дейтін еді баланы мысалы да баяғыда сондай еді а біз қазір бәрі бизнес болып кетті баяғыда массаж жасамайтын еді массаж кез келген адамға жасатпайды себебі садгурудың сабағында айтады ғой әрбір адамның қолында отпечаток міне мысалы менің отпечатогым апайда қалды ма ол отпечатоктан мына жерде памятте жазылып қалды мысалы да сен сонымен екеуміздің арамызда не қалып қояды информация қалып қояды көрдіңіз ба а негізінде біз мына өмірге келгенде бізге жабылған өйстіп жабысып келген адамдардан біздер бүйтіп арылуға келгенбіз негізінде біз барлық адамнан бүйтіп арылған кезде біз свободный энергия болып ұшып жүреді екенбіз негізінде мына өмірдің айтады ғой жалған өмір иә соның ана мықты мысалы бекет ата сияқтылар иә мына өмірге келгісі келмейді екен физикалық тәлімге келгісі келмейді екен көрдіңіз ба неге себебі олар лас екенін біледі осы ненің ғаламның да мысалы оларда сондай ұғым бар түсіндіңіздер ма так енді олар бөлек тақырып тек сөздің арасында айтып келіп жатыр енді бүйтейік біз енді жаңа Дина сұрақ қойды ғой біз енді жақсы енді қайтеміз не істейміз дейді ғой енді біз арқам өзім істеп отырамын ғой мына омыртқам негізі ауырады ауырғанда шаршап қалады
кішкене мысалы отырып жұмыс жасаймын ғой, маған бүгін тынған жоқпын. Таң атқалы, қақшиып таң атқалы жүрмін. Маған кішкене бір жарты сағатта жатып алдым. Кішкене істегенге уже омыртқам шаршайды. Омыртқамыз шаршайды, себебі біздің мына 7 поколенияның 4 поколения ғой, соның алдындағы 3 поколениясының олардың өмір сүру стилі басқа еді. Олардың сөзі басқа еді, олардың ойы басқа еді. Енді олар бізге қайтадан кірейін десе, біз не істей алмаймыз оларды. Айттым ғой, ана жаратылыста кодымыз сәйкес келмейді. Көрдіңіздер ме? Кодымыз сәйкес келмейді. Біздің. Кіргісі келеді олар. Бізге бірақ кодымыз сәйкес келмейді. Себебі біздің неміз өзгеріп кетті. Бүкіл өмір сүру стиліміз өзгеріп кетті. Мысалы, оның бәрінің де роль ойнайды. Жеген тамағымыздың, образ жизни, ойлауымыздың барлығы роль ойнайды. Енді біз сол бекерден бекер мына ғасыр, сол бұрынғы поколениямызды бекерден бекер біз зерттемейміз. Зерттеуіміз керек, что полноценный болу үшін. Көрдіңіз бе? Сізге негізінде положено 7.000 теңге еді, сізде қана 4.000 теңге бар. 3.000 теңгеңізді былайша айтқанда ала алмай жүрсіз. Көрдіңіз бе? 3.000 теңгені ала алмай жүрсіз. 4.000 теңгені сіз былай жеткізе алмайсыз, былай жеткізе алмайсыз. Біз қазір дәл сондай состояниеде жүрміз. Қарапайым, жалпақ тілмен айтқанда. Енді сол мына 3 поколенияның да күшін өзімізге алу үшін біз енді не істейміз? Баяғы ата-бабамыз тағы да зерттей түсеміз. Олар не істеді, не қойды, қараймыз. Мысалы, тұқымда не істеді ар жақта? Олар не ойлады? Қалай өмір сүрді? Біз сол образға қайтып не істеуіміз керек? Келуіміз керек. Бізге сол кезде құпия ашылады. Соны біле алмай тұр ғой ар жағын. Өзің тазалай берсең жақсы болатын сияқты. Енді дейді, жақсы, 3 атаңды білмейсің ғой дейді да, енді не істеуге болады дейді. Так что дейді, испытывая новую эмоцию, вы можете изменить экспрессию своих генов дейді. Сізге новая эмоция керек. Жаңа эмоция керек. Жаңа эмоция, любой нәрседен эмоция алуға болады. Бүгінгі қарапайым сабақтан сіз білмейтін бір нәрсеңізді білдіңіз, білдіңіз ғой бір нәрсе, қуануға бола ма? Алла тағала рахмет. Мен мысалы бұрын маған ашылған әрбір жаңалықтан кейін өз-өзіне отыруға қуанатын. Рахмет Алла, сол мені білмей, сондайлар көзі ашылмай кететін адамдардың қатарынан емес, осындай жұрттың санасы жетпесе де, менің санамды жеткізіп қойғаныңа рахмет Алла, мен соған қуанатын кәдімгі отырып алып. Рахмет Алла, осыған рахмет. Бір кітапты оқып боламын да соған рахмет айтамын. Бір нәрсені істеп боламын да соған рахмет айтамын. Эмоцияны жасау өзіңіздің қолыңызда тұр. Бірақ бізде мынандай қалыптасып қалғанда, тойға барып, дым қызық болған жоқ, тамақсын, не істеп жүр? Дым қызық қыламады дейді. Оны тамақты жүру керек, 300 адамның бәрі көңіл көтерді. Көтер өзің бар да, тамақты же от души тұр ғой тамақ. Бейле, мысалы сені бір ұстап жүрдің, бейле от души. Мысалы, ол тұру керек та, оған бейле ғой деп жүруіміз керек та. Мысалы, ән айтатын адам, сонда бір міндет біз жатқанда. Шын кезде қазір тойға барса бәрі сызылып қалады да, енді соған билеу үшін, көңіл көтеру үшін барады ғой. Мысалы, мен не істеймін қазір, тойға барама, ештеңе қарамаймын. Жегім келме тамағын жеп аламын, билегім кетемін, бұрқып, билеп, жаңағы немді шығарып аламын, эмоциямды шығарып аламын. Мен айтамын, адреналиндарды шығарып алдым. Соны айтамын. Адреналинді шығарып алып, билеп алып, болды. Дұрыс музыка ғой. На самом деле нормально. Сен просто сенің ішіңде душаң не поет та, сен 1000 жерден күшті музыка қойса да саған жетпейді. Мысалы, біз де сондаймыз. Вот өзіңе жауапкершілік алу деген сол да. Мысалы, біз не істейміз? Жауапкершілікті тамадаға артып қойдық, жауапкершілікті асхананың артындарына артып қойдық, жауапкершілікті тойдың иесіне артып қойдық. Бүйтпей ме екен, сөйтпей ме екен, бүйте қалғанда бүйте болатын еді ғой. Бір подарка алмай қалсақ та бүкіл тойдың бәрін нөл қыламыз. Мысалы, тым дұрыс болған жоқ. Мен баяғыда тойда ақша алатын едім ғой, ән айтып.
тойдан күшті ақша алып келсем, онда той күшті болған да. Тойдан маған ақша түспесе, онда той нашар болған. Мысалы, сол сияқты да. А бірақ шынында да барған кезде бір менің енді аппаратурама төлеп жатыр ғой ақша. Соны біз не істейміз? Жауапкершілікті біреуге артып тастағанбыз. Вот, сол жауапкершілікті өзіңізге алыңыз. Өзіңіздің әлеміңізді создавать етіңіз. Барыңыз да кәдімгі билігіңізге. Или бармай қалыңыз. Ол да сіздің неңіз? Выборыңыз. Жұмысқа бармай қалыңыз, не ғой? Сізді кім зорлап жүр? Жоқ, кеше бір Фейсбукта жүр да. Ана школьный не туралы 1 сентябрь. Көрдіңдер ме? Бірінші класстың бір бала біреулер жылап тұр, не айтса да, бірінші класстың бір баласы шықты. Бүйтіп өзі жаңағы өлең айтып тұр. Бір үлкен 11 ма, бір жоғары сыныптың бір қызы мен бір жігіті өлең айтып тұрса, анау шығып алып бір таныс өлең. Анау шығып алды да өзімен өзі да, ана бала ешкімде шаруасы жоқ. Иә, бүйтіп күліп мәз да, өз әлемі өзінде. Ол үшін қуаныш ана мектеп көрдің бе, ана эмоциясын қарап, қалғандары бүйтіп бұртиып, деп, неғып тұрса, жоқ, өзімен өзі бүйтіп шығып, ой, молодец деп бір күліп еді, тіпті ортаға жақындап бүйтіп. Менің балам да бірінші дайындыққа барып отыр ғой, адай гүл ұстатып жіберді қолынан деп. Апай, мерекеңізбен де қуан, мәз болып берген, апай айтады дейді, мәз ғой мектепке берген. Мен барман қолада апасын өткен өзіміз. Кеше бір дайындық баласы кірмей. Менің балам апай деп қуан сөйтіп берді дейді. Одан апай күлген Кейбір мысалы жаңағы тойда айтсақ, тойда бір кісілер бар, ер адамдар үлкен мысалы бір қарына салып етіп, неғылып атса, ортаға шығып жібереді, үйде бүйтіп билеп жатса. Біреулер сөйтіп айтып отырады да өсіп деп. Оның өзі жаңа өз көңілін көтергісі келді, ол тойға келді мысалға да, эмоциясын көтергісі келді. Ол неғып алды да өзі билеп сонда неғып жүрсе, сонда отыра қалып ел өсік дейді ғой. Өзі билемейді, билегенді көре алмайды. Енді біздің сол осы экспрессия генімізді көтеретін медитация дейді, молитва дейді, и общественные ритуалы дейді. Енді медитация, молитва. Салауатты бірдеңені айтып, инстаграмда айтып жүреді. Общественные ритуалы дейді, енді бұл неважно общественный. Ну, главное медитация мен молитва. Экспресс немізді. Экспресс генімізді ерекше қылғымыз келсе, қанықтыра түскіміз келсе, генімізді. Медитация, Экспресс не деп қалдың? экспресс генімізді. Генімізді экспресс ерекше қылғымыз келсе, генімізді ерекше қылғымыз келсе, медитация және молитва. Сосын общественный ритуал. Общественный орта ғой енді, орта. Жақсы ритуалы бар, орта. Жақсы орта. Так что, испытывая новую эмоцию, вы можете изменить экспрессию своих генов. Ваша внешняя среда может измениться, но тело всегда будет считать свою внутреннюю химию чем-то большим. Көрдіңіз бе? Сіз сырттан бір нәрсені өзгерте беріңіз дейді. Көрдіңіз бе? Бірақ мына біздің теломыз, біздің ішіміз дейді, ол внутренний химияға бағынады дейді. Көрдіңіз бе? Ол мына жаңағы биополияны кетіріп салған, ол сол биополияның заңдылығына бағынады. Көрдіңіз бе? Ол сырттың заңына бағынбайды, ол іштің өзінің внутренний заңына бағынады. Егер де дейді сіз старый өзіңіздің мына шаблоныңызда қала берсеңіз, ой шаблоныңызда, ой шаблоны деген не? Әлем жаман, адамдар оңбаған, адамдар алдап кетеді, көргенсіз, анау бетпей екен, сөйтпей екен деген сізде недовольны ой бола беретін болса, онда біздің жаңағы әрбір клеткамыз блокировкаға түсіп қала береді екен. Эмоционально заблокированы дейді. Яғни эмоционально заблокированы деп қаламыз, сөйлеуіміз келмей қалады, бір нәрсені айтқымыз келмей қалады. Блокировка деген сол. Қуана алмаймыз. Қазіргі қаны аз адамдар қуана алмайтын адамдар деген сөз. Қуаныш жоқ қанда. Қуаныш жоқ. Бедейді. Енді осы кім
Джо Диспенза өзі не жасаған, эксперимент жасаған. Осындай адамдарды жинап, 4 күн осындай ненің ішінде сабақ өткен. 4 күн бойы медитация жасаған. Адамдар жаңағы сабаққа кірген кезде несін аппаратқа түсіріп алған состояние қандай болған. Аппаратқа түсіріп алып дегенде состояние мынандай альфа волны, кеше айттым ғой, гамма волны бет-бет бізде шығып тұрады. Көрдіңіздер ма? Осыны зерттеп алған, алдын ала түсіріп алған. Сол 4 күннен кейін қайтадан шығарған кезде ген өзгерген. Көрдіңіз бе? Сонда ол жаңа айтқандай медитация, молитва, қуаныш біздің генімізді өзгерткен. Түсініңіздер ме? Жалпы кем дегенде 10 минут қуану, риза болу генді өзгертіп, иммунитетті көтереді дейді. 10 минуттың өзі үлкен рөл ойнайды екен. Біз ең болмағанда 10 минут қуана алмайтын болып тұрмыз ғой. Оны менің байқаған себебім адамдарға медитацияға отыр десем, адамдар 5 минуттан артық отыра алмады, басында. 5 минуттың өзі ұзақ сияқты болып көрінді. Кім апай сіз болдыңыз ғой, мен тетар тазарудың. 128 бет тұрған. Жоқ, тетар тазаруды. Медитацияға отыр деген кезде 5 минут зорға жеткіздім. Басында кілең сөйтті. 5 минут зорға жеткіздім. 6 минуттан асады, сосын кішкене 8, 15 минут. Отырдық қой, соны айтам, медитация отырғанда басында 3 минутқа зорға отырып жүрді, соның өзі ұзақ болып көрінді. 5 минут. Көрдіңіз ба? Біз ойлаймыз, қуанамыз деп. Мына біздің теломыз тұрған мына өлшейтін аппаратта. Ол значит, сіздің қуанышыңыз 10 минутқа жетпейтін болып тұр. Бүкіл күндегі қуандым деген нәрсеңізді жинағанның өзінде 10 минутқа жетпейтін болып тұр. Көрдіңіз ба? Сондықтан да күнде қуанбайсың да. Нағыз күле алмасаң, қуана алмасаң, ондай не істеді, зор басын. Таңертең тұрғанда жүрушісіне тістеп тұр деп. Даже мына күліп тұрғанның өзі сенің мына денеме, уже неме, күлкінің есінде жетті. Күле алмайсың ба, тістеп тұр дейді ғой. Ана шығыс елдер деп күле береді ғой, жымиып деп бір-біріне, иә? Деп бете береді олар. Тұрсынбек айтқаны, бетім алып кетті. Бетім алып кетті. Бетім алып кетті, жия береді олар дейді. Иә, деп олар түсініп. Мына комиссия солай екен, жия береді екен. Енді қараңыз. Енді бейді Джо Диспенза екен. Андай үлкен қылып жазып қойған. Будь творцом. Творцом. Творец. Творец деген не деп? Жаратушы. Будь творцом. Сен нені жарат енді? Қуаныш. Өзіңнің геніңді қайтадан жарат. Өзгерт. Ата-бабаңды таба алмасаң, зерттей алмасаң, ең болмағанда не істе? Қуан. Ана нелер отырады ғой, көріп келмеген шақырып. Сонда сол рухтары келе ма? Келе. Онда отырып түнде шақыру керек па? Шам жағып қойып. Шақыру керек. Баяғыда денені қойып, шақыратын қойда. Сол, иә, сөйтіп мынандай бар, парктан үстіне жатқызып, бала қыз жаңағы 6-7 жаста болып жүргенде мектепте жындымыз сонда черт сдох деп сөйтіп айт дейміз да, сөйтіп айтқан кезде бүйтіп 2 саусақты жаңа жатқан ана басына көтерілді ана адам сонда. Шын көтердік талаймыз. Енді бар ғой, ол кезде біз бір періштеміз қаққан шығар деп ойлаймын. Мен айттым ана экстрасенстарды көремін, не үшін? Мына осы неден кейін бедеп айтады. Куда направлено внимание, туда течет энергия. Яғни сіз вниманиеңізді неге берсеңіз, сіздің энергияңыз соған қарай не істейді? Жүреді. Көрдіңіз бе, сояған жиналады. Куда направляете направление, туда течет энергия. Яғни өзіңіздің ойыңызды қай жаққа бұрсаңыз, сіздің энергияңыз сол жаққа бұрылады. Так, куда направляется внимание,
туда направляется энергия. Енді осы жерде неге направить етуіміз керек екен сонда біз? Яғни өзіміздің ішкі әлемімізге, өзіміздің ішкі әлемімізге қарай ойымызды өзгертуіміз керек. Енді мына жерде бір сәл ұзақ жазылған бар, бірінші жақсылап тыңдап алыңыздар. Орысша ғой енді. Енді мен сізге сосын қазақша түсінеміз. Когда вы направляете все свое внимание и энергию на внешний мир, яғни сыртқы әлемге, и продолжаете реагировать на те же условия тем же образом. Көрдіңіз ба? Сыртқы әлемге осы күйіңізді өзгертпей, ойыңызды сол жаққа қарай бүйтіп бере беретін болсаңыз, осы образды ұстап алып, находясь в состоянии хронического стресса дейді. Қазіргі адамдардың бәрінде хронический стресс. Көрдіңіз ба? Хронического стресса, заставляющий мозг пребывать в постоянном возбуждении. Мы постоянно возбужденный, стресс алса адам возбужденный болады. Кеше айттық қой, стресс деп отқанымыз ол аварийный состояние. Көрдіңіз ба? Постоянно қорқыныш, постоянно бүйтіп тұру. Ваш внутренний мир оказывается разлажен, и мозг начинает работать неэффективно. Көрдіңіз ба? Разлажен деген не апай? Қазақшалап айтқанда. Іріп жатыр. Ішің іріп жатыр. Көрдің ба? Разлажен. Бүйтіп дым жақсы. Өзі қалыптасатын ол жүйе. Бірақ ана жүйенің бәрін сен не істеп тастадың? Шашыратып тастадың. Көз алдыңа елестетші бір баланың бір ойыншығы жан жаққа бүйтіп бір не істеп тастайды, шашып тастайсың ғой. Сол сияқты біздің. Ішіміздегі нәрсені біз жан жаққа не істейміз? Шашып тастаған сияқтымыз. И мозг начинает работать неэффективно. Біз содан шаршадық деп ренжиміз, есте сақтау қабілетіміз нашар дейміз, басым жасамады дейміз, неэффективно деген сол. И тогда понижается ваша эффективность в любом творческом деле дейді. Сіздер қайғысында өздеріңіздің творчестволарына түсе алмай тұрсыңдар. Неге? Себебі іштеріңіз ырым-жырым болып жатыр. Разлажен, ырым-жырым. Бір неге не істеп тұрған жоқ? Ой, жиналып тұрған жоқ. Энергия бір жиналып тұрған жоқ. Көрдіңіз бе? Другими словами, вы становитесь жертвой собственной жизни. Вместо того, чтобы быть его творцом дейді. Көрдіңіз бе? В самом деле, жаратушы бізге өзінің қасиетін беріп қойды. Біз жаратушымыз осы тұрғанда. Сол қасиетті беріп қойды. Бірақ біз өкінішке орай жарататын қасиетті жаратып жүрген жоқпыз. Керісінше күйретіп жүрміз. Өзімізді өзіміз күйретіп жүрміз самом деле. Бізді күйретіп тұрған не? Баяғы айтқан эмоция. Ол эмоция неден шықты? Баяғы опыттан шықты. Опыт қайдан келді? Баяғы внешний среда. Баяғыда бір осыдан 4 ғасыр, 5 ғасыр бір әжемізді бір жаманат көріп қалды. Сода қалып қойды. Одан бергі 18-19 ғасырдағы бүткіл қазақтың басындағы өткен жағдайдың барлығы біздің қанымызда жазылып қалды. Енді біз осы дәуірдегі ұрпақ, біз соны реттеп орнына әкеліп қоюымыз керекпіз. Бағана осы бір сабақтың басында Гүлшатай Ақсарбас деген кітап шықты деп сол туралы айтып отыр. Ақсарбас яғни жерұйық. Бәріміз жерұйыққа іздеп, сол жерұйыққа баруымыз керек. Жаңа қазақша тілмен айтқанда да, міне. Біз қазір солған кетіп бара жатқан адамдармыз, сол бағытқа бара жатқан адамдармыз. Сол бағытқа артымыздағыларды ертетін адамдармыз біздер қазір. Осы дәуірде біз сондай жауапкершілікпен келген адамдармыз. Міне. Керемет ғасырда туғанбыз ғой. Керемет ғасырда туылдық. Біз творец. Бұрынғы жаңағы тазаланбайтын боқ күйінде емес, жақсы ғой тазарған дейін. Психологтар да сол үшін шығарады. Ғалымдар да сол үшін шығарып жатыр. Кеше қай передачада, кеше деймін ғой, бір өткенде бір жастарды, шешімі бар дегенде Алматы каналында. Қазір жастар психологияны оқиды.
Иә. психология кітап осы мына Диспензаны айтып жатыр, Ошоны айтып жатыр да, күшті нелерді айтып жатыр, оқыдық деп та. Соны біреу соған қарсы шығып жатыр да, Абайды неге оқымайсыңдар, жаңағы Байтұрсыновты неге оқымайсыңдар, Әуезовті неге оқымайсыңдар, одан білмейсіңдер, анау мынау деп та. Енді олар школьный программадағы, енді біледі да школьный программада. Аналар енді көбісі жаңағы блогерлар отырғандар. Соны айтады, себебі ол маған қажет дейді, менің жұмысыма ол қажет, мен соны оқу арқылы дейді, оқу арқылы мен өзімнің ойымды түзеттім, бойымды түзеттім, менің санам ашылды деп айтып жатыр ана жастар кәдімгідей. Соны бұлар қазір деген не болып кеткен, осындайлар көбейіп кеткен, тіпті Алматының ана бұрышында, мына бұрышында қай жерге барсаң бір кабинетті ашып алып, өтірген емес. Кім айтып отырған ана актриса? Қарагөз Тілеубекова. Бауыржан Шолағын. Иә, сол айтып отырған соны. Біз көрдіңіз ба, біз сондайда сыртқы әлеммен жағалап жүрміз. Пусть айта берсін. Оның да біреуге, әйтеуір бір адамға бір бермегі бар. Мысалда. Бірақ ана отырған бәрі айтты. Сосын мына жағында отырған ана бір прокурор кісі, оны мен де оқимын деп кітапты. Мен айттым ғой, Ситников деген адамның кітабын оқыдым, есімде, Нобель сыйлады. Сонда Экс Игорь деген баяғы кезде адам қосшынысты болған. Аналық болған, бәрі аналық болған. Көрдіңіз бе? Иә, есімде ғой. Яғни екеуі де X болған. Бұрынғы кезде қосшынысты болғанбыз, өзі іштен не істеп, өзі туып алып жүре беретін болған. Бертін келе цивилизацияның дамуымен мына жердегі Игорь түсіп қалған. Игорьтің мына бір таяғы түсіп қалған. Адам ата Хауаның ар жағындағы сол. Иә, адам ата мен Хауаның ар жағы. Біз мәңгілікке береміз ғой. Енді біздер қазір ғасыр қайтадан неге келе жатыр? Аналық дәуірге келе жатыр. Жаңа айтып отқан. Ақсарбаста айтып отқан. Аналыққа келе жатырмыз қазір. Женская энергия. Көрдіңіз бе? Сандуғашқа беремін деп болады. Аналық негізге беремін деп. Иә. Жақсы, енді бүгінгі сабақ осы. Енді көп нәрсені түсінген шығарсыңдар, түсіне алмағанда жерлеріңіз бар шығар. Бірақ оның барлығы да, мен айтамын ғой, мына менің сабағыма сіз бекерден бекер келіп отқан жоқсыз. Бұл информация сіздің ішіңізде бар информация. Көрдіңіз бе? Просто мен себепкер болып тұрмын сол информацияны сізден шығаруына, сіздің памятіңіздің оянуына себепкер болып тұрмын. Bir күні болмаса бір күні, міне 6 жылдан кейін Айдын Бекмағамбеттің айтқаны есінде қалып, оның айтқаны дұрыс екен ғой деп жатыр ғой, иә? Сол сияқты ол да ертең сіздің памятіңізде бүгін түсінбегенмен сіздің обязательно алдыңыздан шығатын нәрсе. Сондықтан да сабағымның соңында айтқым келеді, будьте творцами. Будьте творцами. Қуаныңыздар, қуану арқылы гендеріңізді экспрессивный генге айналдырыңыздар.